Сәлеметсіздер ме? Үшінші сабақ. Ағаш сумен өседі. Оқы, қайтала. Читай, повторяй. Мектептің айналасы алма, ағаш отырғызамыз. Мәтінді оқы. Мәтіннен жаңа сөздерді тап. Біз сенбі күні мектептің айналасына ағаш отырғызамыз. В субботу мы возле школы посадим деревья. Мұғалім ағаш әкеледі. Учитель принесет саженцы. Біз алма, алмұрт, шырша ағаштарын отырғызамыз. Мы посадим яблоню, грушу и ели. Ағаштар да шөлдейді. Деревья тоже испытывают жажду. Сабақтан кейін ағаштарды суарамыз. После уроков будем поливать деревья. Ағаштар сумен өседі. Деревья растут водой. Жаңа сөздер. Айнала, вокруг, отырғызу, сажать. Әрине, конечно, шырша, ель, қайың, береза. Шырша, алма, алмұрт. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы по тексту. Мектептің айналасында балалар не істеді? Мектептің айналасында балалар ағаш отырғызады. Мұғалім не істейді? Мұғалім ағаш әкеледі. Балалар қандай ағаштарды отырғызды? Балалар алма, алмұрт, шырша отырғызды. Балалар ағаштарды қашан суарады? Балалар ағаштарды сабақтан кейін суғарады. Ағаштар немен өседі? Ағаштар сумен өседі. Тапсырма: нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып көшіріп жаз. Мен ағаш отырғызамын. Сен ағаш отырғызасың ба? Сіз ағаш отырғызасыз. Ол ағаш әкеледі. Диалогты толықтырып оқы. Ата, мынау қандай ағаш? Бұл алмұрттың ағашы. Ал мынау қандай ағаш? Бұл шырша. Ал мынау алма. Мен шыршаны аламын. Міне ал. Ата, ағаштар шөлдей ме? Әрине балам. Қазір ағаштарды суарамыз. Ағаш сумен өседі.